жусанның көп түрлері бар. Соның ішінде улылары да бар. Сол улыларын мен сұрақ көрдім, қазір көрейік қандай улылары бар екен. Так. Міне олар пайдалы негізі, бірақ та улылар да бар. Міне 5 ең улы жусандар. Так, полынь горькая, полынь цитварная, полынь обыкновенная, полынь однолетняя, полынь сиверса. Так, көрейік. Полынь горькая. Полынь горькая. Бұны мен танитын жусаным ғой. Бұны мен жеп жүрмін, міне ғой. Мынау сендер ермен дейсіңдер ма, ермен дейсіңдер ма, сол емес па бұл? Міне, қазір көрсетемін оны жусап. Міне мынау ғой. Мыналарды алып жеп қоям. Бұлар апашшы дәмді бір түрлі, бірақ пойдет. Жеп жүріп. Да, кеттік келесі. Так. Келесі бізде полынь цитварная бұл, е? Полынь цитварная. Мынау біздің ағаш жусан емес пе? Бұны да мен жейм. Бұл да дәмі кезінде біз сағызды шайнетін едік. Анау ауыздан күшті иіс шығып тұрады, ана шайнап алсын дұрыстап. Кейбіреулер жей алады, кейбіреулер жей алмайды. Лично мен жей аламын, нормально. Манағы міне дәмі күшті оның. Білмеймін, маған ұнайды лично. Былай тез шайнап жеп қойсан, ашы. Аузына сорып, не істеп, жайлап, шетінен тістеп, шайнап жесең. Да, келесі көрейік. Міне полынь обыкновенная. Мынау не? Ағаш жусан емес пе бұл да? Манағы мен айтып отқан. Ағаш жусан сияқты. Так, келесі полынь однолетняя. Мынау не ғой? Сайлардың жанында өсетін. Сайдың жағасында мынауда өсетін. Оны мен қазір көрсете алмаймын, ол аз өседі бізде. Ана жин табу, оңай шаруа емес. Келесі бізде полынь сиверса. Полынь сиверса. Ой, мынау алдында горький емес па? Горький полынь. Манағы емен деп атқандарын. Бірақ бұны полынь деп атса, бұл жусан деген сөз. Енді ойларыңыз не? Бұл улы жусандар ма шынымен? Бірақ бұны күнде малдар жейді. Күнде мен жеп жатырмын. Оны білем, әрине, чрезмерный нормалар деп жатыр ғой. Оны көп қолданып қойсан, анау, мынау, бірақ болады ғой анандай жерлер. Чисто жусан өсетін жерлер. О же мал жусаннан басқа ештеңе жемейді. Бұндай, мынандай ағаш жусанды ғой жейтін. Сіздің ойларыңыз қандай ал?